Мен ене мен келін арасындағы жағдайларды осы арнадан көп оқимын. Оқып отырып, өз өміріме шүкір деймін. Кейде ұқсас жақтары да кездесіп жатады. Мен де енеммен тұрамын. Қайным бар үйленбеген. Бірақ қайныма сөзім жоқ, маған бір ауыз сөз айтып көрмеген 7 жылда. Жеңге деп сыйлап балаларыма қарап жүреді. Күйеуім бір төбе алтын адам. Енді ыдыс аяқ сылдырамай тұрмайды демекші. Мен де енем жайлы айтқым келіп отыр. Жамандағаным емес. Басынан айтайын, түсінікті болу үшін тыңдаңыздар. Келін боп түскенімде асып-сасып жаман қысылдым. Ешкім маған көмек беріп, ақыл айтпады. Әйтеуір жүгіріп жүре бергенім ғой сасқалақтап. Енем қарап отырғанда тесіп жібере жаздайтын. Ештеңе істей алмай қалатынмын. Әрине, мені басынан қатал ұстағысы келген шығар. Менің баламның артынан талай қыздар жүгірген. Ешқайсысын менсінбеді. Анау қызын балаңа берем деді деп. Мен баламды былай тәрбиеледім. Мен өйттім, мен бүйттім. Мен күйеуге шыққан кезімде еш боянбағанмын. Өзім сұлу едім деп әдейі маған тиісіп айта беретін шай ішіп отырып. Ас емес атау жеп отыратынмын. Тамақ істейтін кезде етті сұрап алатынмын. Әйтпесе ұрсады. Бір мәрте сұрамай ет турап жатқанда ұрсып, күйеуіме айтып, күйеуім мені ұрған еді. Тепкілеп емес, қолымда балам бар. Ол шыңғырып жылап жатыр. Бірақ сол соңғы ұрғаны болды. Одан кейін олай ұрған емес, ұруға да өзім апармадым. Бір ұрғызып үйретпе дейтін күйеуім. Ұра беріп қол соған әдет болып қалады. Оған апарма, ақылды бол деп айтатын күйеуім. Бауырсақ пісірейін деп қамыр ашытсам, енем, менің балаларым бауырсақ ұнатпайды, өзің же, пістемайды құртасын босқа деп. Тамақ істесем, еттің күші ғой тәтті қылып тұрған. Күріші әдемі ғой, сосын тәтті болды. Жоқ, оның қамыры әдемі екен. Он жақсы ғой деп, әйтеуір сондай бірдеңкелерді айтып, әйтеуір мені мойындамады. Мен де қатты көтеріліп кететінмін. Егер мен жақтан әділетсіз жағдай орын алып жатса, ол да 2 бала туған соң басталды ғой. Тілімде шықты, шықпасына қоймайды ғой. Бекерден бекер емес әрине. Айғайлап, ақталып, жылайтынмын. Күйеуімнен ұрсып, енеме ақталып, жылап. Бәрібір түбінде сен жеңілесің. Ақымақ сен болып қалады екенсің ғой, әрі бетің ашылып кетеді. Сосын мен де енемнің саясатымен жүрейін дедім. Себебі енем тікелей өзіме ештеңе айтпайтын. Айлығын алып отырады күйеуімнің. Балаларымның жөргек пұлын күйеуіме айтып алғызып отыратын. Ал мен ақымақ, енеме барып айтам бірдеңе болса, онда емес, былай ғой деп күйіп, пісіп. Кім жаман? Мен жаман. Әрине мен жаман. Енді енемнен көп тәрбие алғалы мен де сабырлы болып, кімге қалай сөйлеу керек, астарлап не жеткізу керек үйреніп жатырмын. Негізінде бұл жақсы қасиет екен. Ашуланып тұрсаң да, күліп астарлап жеткізіп айтасың айтатын сөзіңді. Содан кейін келіспеушілік те жоғалды. Бәрі сыпайы түрде. Енем баяғы әдеттерін қойған. Мені танып білген соң, енді сол отбасының адамындай болып кеттім. Қабылдады. Қазір етті де маған тапсырып қойған. Не істегім келсе істей беремін. Май кетті, ұн кетті демейді. Енемнен көп тәрбие алғаным, болашағым үшін керек деп ойлаймын. Ашуланып тұрса да адамды жай сөзбен жеңіп, әрі сол адамның көңілін де тауып кетеді. Мені түсінген шығарсыздар. Өзімнің 6-7 жылдай отбасылық өмірден түсінгенім, келіндер төзімді болса, түбінде енені де, күйеуді де жеңеді. Ал сіздің басыңыздан қандай оқиға өтті? Құрметті оқырмандар, міне осындай оқиғаны бүгін әңгімеледік. Айтарыңыз болса, пікірлеріңізді жазсаңыз, біз өте қуанышты боламыз. Құрметті достар, мен сіздердің отбасыларыңызға береке, шаттық, күлкі, несібе, мереке тілеймін. Барлықтарың бақытты болыңдар, дегендеріне жетіңдер. Лайк қойып арнама
подписаться сөзін басып, біздің қатарымызға қосылуға барлықтарыңызды шақырамын. Қазақша контентті қолдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ал сіздермен бірге болған Білім ТВ арнасы және мен, Гүлжанат Темірбай, келесі әңгімелерде кездескенше аман сау болыңыздар.